Еуразия ұлттық университеті үшін биыл ерекше жыл. Бірегей білім ордасы өзінің ширек ғасырлық мерейтойын атап өтіп жатыр. Ширек ғасырда мыңдаған шәкірт қанат қақты. Елбасының тікелей қолдауымен елордада құрылған білім ордасы бас қаламен бірге көркейіп, дамыды, дүниеге танылды. Еуразиялық мемлекеттік ұлттық университеттің ішінде ашылуының өзінің үлкен мәні бар. Біз еуразиялық мемлекетпіз. Біздің әлді де білетін тарихымыз көп. Сондықтан біз бейбіт халықпыз. Кең далада өскен халықпыз. Бүкіл дүние жүзіне шын көңілмен жүрегімізбен қарайтын халықпыз деп бүгін айтқымыз келеді. Университет 1996 жылы 23 мамырда Нұрсұлтан Назарбаевтың жарлығымен құрылды. Оның негізі Целиноград педагогикалық институты мен Целиноград инженерлік құрылыс институтын біріктіру арқылы қаланды. Білім ордасына көрнекті ғалым, түркітанушы, ұлы дала мен көшпенділер тарихын терең зерттеген Лев Гумилевтің есімі берілді. Сол жылдары университетте 5000 шәкірт білім алып, оларға 300 ұстаз сабақ берсе, қазір аталмыш білім ордасы қала ішіндегі қалаға айналды. Бірінші, неден бастау керек? Астананы, жаңа қаланы салуды. Ол қала жастардың қаласы болу керек. Ол қала ғылымның қаласы болу керек, білімнің қаласы болу керек, мәдениеттің қаласы болу керек. Оларды алып жүретін, бойына сіңіретін, әлемге тарататын кімдер? Жастар. Жастардың шоғырланатын жері ол университет. Міне Астананы көшірердің алдында бір жыл бұрын 1996 жылы елбасы өзінің жарлығыменен Ақмола қаласында Еуразия ұлттық университетін ашады. Өткен ғасырдың 50-60 жылдары салынған ғимараттар заман талабына сай емес еді. 2000 жылы Еуразия ұлттық университетіне жаңа ғимараттар кешенін салу туралы шешім қабылданды. Бұдан кейін оқу орны түбегейлі өзгеріп, түледі. Теңдесі жоқ студенттер қалашығында шәкірттердің білім алуына барынша қолайлы жағдай жасалған. Қазіргі жағдайдағы өмір мен ол кездегі өмірді ешқашан салыстыруға болмайды. Ол қиын кезең болатын. Жаңа университеттің ашылуына байланысты енді біз неге бүгінгі күн тәртібіне сай осылай біз жаңа мамандықтар көп аштық. Осыған орай біз енді оқытушылардың шақырдық басқа жақтан. Оған міне сол кездегі ең бірінші басты қиындық шақырылған оқытушылардың барлығының бірінші тілегі сұранысы баспана мәселесі. Менің кезімде 2000 жылға дейін 43 ғылым докторы, профессор шақырылды. Олардың барлығы пәтермен қамтамасыз етілді, бірінші айтылатын. Ол пәтермен тек қана біз пәтер ғана беріп қойғанымыз жоқ. Онымен қатар олар шақырылған адамдардың әрқайсысына 10 сотық жер бердік. Сол кездегі қала әкімі Әділбек Жақсыбектің істеген осы университетке көрсеткен көмегін бір ауыз сөзбен айту мүмкін емес. Ширек ғасырда білім ордасы еліміздің ең басты оқу орындарының біріне айналды. Барлық талаптарға сай салынған жаңа университет бүгінде халықаралық стандарттары бойынша дәріс береді. Бір сөзбен айтқанда, Еуразия ұлттық университеті шетелдің іргелі оқу орындарымен иық тіресе алатын кешенді мектепке айналды. Бұл біздің Еуразия ұлттық университетінің ғалымдарын әлем мойындай басады деген сөз. Әлемге мойындады деген ол оңай нәрсе емес. Мысалы, дүниежүзінің қандай бір түркология байланысы жинастырылатын болса, қазір бізді алдымен шақырады. Біз жаңа бір жазу ашып, жаңа бір текстер осы 2000 жыл бұрын, 1500 жыл бұрын, 1000 жыл бұрынғы тексттерді ашып оқитын болсақ, сол жазған дүниеміз ертеңінде ағылшынша, қытайша, жапонша тура кетіп жатыр мәселе. Бұл не? Ол жаңағы үлкен жаңалықтың арқасы, еңбектің арқасы. Еуразия ұлттық университеті үнемі даму, ілгерілеу үстінде. QS World University Rankings халықаралық рейтингінде таңдаулы 300 университет қатарына енуі осы сөзге дәлел. 25 жыл ғана тарихы бар жас университет үшін бұл үлкен көрсеткіш. Әлемге әйгілі тағы бір рейтинг бар. Ол топ 50, Under 50 деп аталады. Құрылғанына 50 жыл толмаған алдыңғы қатарлы әлем университеттерінің қатарына кірген ТМД-дағы жалғыз оқу орны осы Еуразия ұлттық университеті. Бізде 400-тен астам келісім шартымыз бар. Оның нақты жұмыс істейтін келісім шарттары 190-ға жуық. Бұл атап өтсек өте жоғары дәреже. Өйткені бұл 190-ның ішінде кейбір университеттерде біздің өзіміздің
кәдімгі орталықтарымыз бар. Еуразия ұлттық университетіне Қазақстанның түпкір-түпкірінен талантты жастар көп келеді. Ең мықты жас буын өкілдері осында келетін болса, оған сабақ беретін, ғылымға баулайтын ұстаздар дәрежесі де соған лайық болуы керек. Әлеуметтік жағынан қолдау тағы да біздің университетте 400 мыңға жуық жалақы алады қазір. Сонымен қатар бірталайы зерттеуші профессор деген атақ береміз. Ол мықты әлемде әйгілі, белгілі бағытта ғылыми мектебі бар ғалымдарымыз бар. Жалақысын өте жоғары қойып отырмыз. 600 мыңға дейін жалақы алады. Тек қана ғылыммен айналыссын. Қазір Еуразия ұлттық университеті Қазақстандағы жоғары білім беру саласындағы көшбасшылардың бірі. Университет құрамында 28 ғылыми зерттеу институты, зертханалар, 13 факультет, әскери кафедра, түрлі мемлекеттердің мәдени білім беру орталықтары жұмыс істейді. Оқу ордасында жалпы саны 20 мыңға жуық студент білім алады. Үлкен үміт, үлкен сенім ретінде елордаға келіп, сапалы білім алам деген ниетпен келіп едім кезінде. Енді шыны керек осы жылы ерекше жыл. Еуразия ұлттық университетінің 25 жылдығы. Бұл енді өзіміз әрине мақтан тұтатын альма-матеріміз. Неге десеңіздер, шаңырағы биік білім ордамыз тек қана білім бере қоймай, өмір жолына тәрбиелеген профессорлық, оқушылық ұжымға осы сәтті пайдалана отырып, алғысымды білдіргім келіп отыр. Көне дәуірдің құнды жауһары, баға жетпес мәдени мұралардың бірі күлтегін ескерткіші көшірмесінің осында орналасуы бекер емес. Түп тамырымыздың тереңде жатқанын айғақтайтын жәдігердің көшірмесі 2001 жылдың 18 мамырында осында қойылды. Ал тасқа қашалған тарихтың түп нұсқасы Моңғолияда тұр. Таңбалы тастың елге жетуі Еуразия ұлттық университеті ғана емес, күллі ел үшін маңызды шара болды. Көне жазбадағы мына бір мұраны әр қазақ үйінің маңдайшасына жазылып қойса деймін. Ол белгілі сіздерге. Мынандай жазу бар. Бектерінің халқының ымырасыздығынан, табғаш халқының тепкісіне көнгендігінен, арбауына сенгендігінен, інілі ағалының дауласқандығынан, егерде біз ата-бабаларымыздың айтып кеткен осы сөзін естен шығармай, әр қазақ бірлігімізді жазбай еңбек ететін болсақ, біздің жайбарақат бақытты күндеріміз елдің басына орнайтын күн қашық емес. Білім ордасы 262 білім беру бағдарламасы бойынша бакалавр, магистр мен PhD докторларды әзірлейді. Одан бөлек 36 қос диплом бағдарламасы табысты жүзеге асып жатыр. Университет еуропалық үлгідегі диплома саплимент дипломын береді. Оқыту қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде, дәрісті өз саласының жетекші профессорлары жүргізеді. Сол жағалауда, орталықта 3 гектардан артық жеріміз бар болатын. Соны көзіміздің қарашығындай сақтап ешкімге бермей, міне осы жолы инвесторлар табылып, құрылыс компаниясы Құдайға қараған өз ақшаларына 2,5 мың орындық біздің студенттерге тамаша жатақханалар кампусын салып жатыр. Еуразия ұлттық университеті о бастан-ақ астанамызға келген шетелдік мәртебелі қонақтар ат басын тірейтін, елшілер мен дипломаттар ұдайы келіп тұратын орынға айналды. Халықаралық байланыстар бекіп, білім беру сапасы артты. Әлемдік рейтингтерде де университет өз орнын жыл сайын жақсартып, ілгерілеу жолында. Бірінші шетелдік студенттеріміз Түркиядан болса, қазіргі кезде бұлар Танзаниядан, Пәкістаннан, бірнеше араб елдерінен, тіпті Латын Америкасы мен Америкадан, Европадан келіп оқып жатыр. Қыздар, жігіттер, ендеше біз осымен Бауыржан Омарұлының публицистикасы жайлы бірқатар мәліметтер сіздерге ұсындым. Пандемияға байланысты қашықтан оқу тәсілі қолданысқа енді. Шектеулер университеттің халықаралық байланысын әлсіретудің орнына күшейте түскен. Өткен жылы қашықтан дәріс оқитын шетелдік профессорлар санын 50 адамға көбейткен. Осылайша ғылыми профессорлар құрамы 344 адамға жетті. Біздің өміріміздегі ерекше күндер, ерекше мереке. Осы мерекенің қарсаңында біз барынша онлайн қашықтан оқыту болса да, біздің білім алушылар да, профессор оқытушылар құрамы да түрлі сайыстарға қатысып жатыр. Оқу орнында
Оңтүстік Корея, Түркия, Польша, Қытай, Ресей, Венгрия, Жапония қатарлы 50 мемлекеттен 700-ге жуық шетел азаматы білім алып жүр. Олардың 472-сі толық курсты оқыса, 127-сі дайындық бөлімінде, ал 17 адам қос диплом бағдарламасы бойынша оқиды. 10 жыл бұрын ректор болып келдім, елбасының шақыруыменен 11-ші жылы о кезде 7-000-8-000 студенті бар шағындау университет болды. Қазір 20 мыңнан астам студентіміз бар, бірнеше ғимараттар тұрғызылды, жатақханалар салынып жатыр. Осылайша біз әлемдік дәрежедегі талапқа сай биікке шықтық деп есептеймін. Біздің ғалымдардың ғылыми нәтижелері, ғылымдағы нәтижелері қазір еленіп, әртүрлі өнеркәсіпте, өндірісте пайдаланылуда. Сонымен қатар жас ғалымдарымыздың да үлкен көрсеткіштері мықты. Және де ең басты қуанатын нәрсе, Еуразия ұлттық университетіне Қазақстанның түкпір-түкпірінен талантты жастар көптеп келеді. Еуразия ұлттық университеті ғылымның ордасына айналды. Жас ғалымдардың ақыл ойының жемісі. Қағаз күйінде қалып қоймай, нарыққа шықты. Университет дипломы отандық нарықта жоғары мәртебеге ие. Біздің Еуразия ұлттық университетінің арқасында мен МГИМО-ға барып, грантқа иеленіп, магистратурасын оқып, Мәскеуде тұрып, магистратура оқып, диссертация қорғадым. Сол үшін де шыны керек біздің университетімізге аласым шексіз. Танымал ғалымдар мен ұлағатты ұстаздардың арқасында оқу орны әлемдік деңгейге көтерілді. Әрі инновациялық жобаларды жүзеге асыруда, жоғары технологиялық жаңалықтарды енгізуде айтарлықтай жаңалық көп. Радон деген газ, мынау жаңағы өкпе ауруының, өкпе үсігінің екінші орысша айтқанда причинасы. Ең бірінші темекінің түтіні, сол жаңағы самый первый фактор, который вызывает рак легких, екіншісі жаңағы радон. Ал сол радонның молекулалық негіздерін зерттеуіміз керек. Неге десеңіз, ол екінші себебі. Біздің айналысып жүргеніміз соның жаңағы ауруларды ертерек анықтау. Жаңағы өкпе үсігін кейін анықтасаң, жаңағы айтады ғой, жаңағы поздняя стадия болып кетсе, ол кезде уже әрекет жасау қиын. Ал ертерек анықтасаң сол ауруларды, содан кейін оған уже медициналық түрлі дәрілер, әдістер қолданып, емдеп, ол аурулардан жазып алуға да болады. Заман талабына сай зертханалар, білікті мамандар жаңа бастамаларға жол ашты. Төл туындыларды коммерцияландыруды жолға қойды. Суды тазартатын мембрананы шетелге сатып қана қоймай, өзімізде өндіруге кіріскен. Бұл фильтрмен кез келген шалшықтағы суды 100% тазартуға болады. Өзі 100 грамм, кез келген ауылда, таулы жерде, далада, өзенде ешқандай мотор ештеңе керегі жоқ. Мына фильтрді ашып, суға салып іше бересіз. Бұның өнімділігі сағатына 5 литр, негізі жарамдылығы 20 тонна суды тазалауға жарамды. Ғылым жолы есіл еңбекті талап ететін соқпақ жол. Ғалымдар соңғы кезде ғылымды таңдаған жастардың саны артқанына қуанышты. Оның каталитикалық белсенділігін зерттедік, және де осы бойынша көптеген статьялар жарияланды. Қазіргі таңда осы бойынша Білім және ғылым министрлігінен грант ұтып, сол бойынша жоба жасап жатырмыз. Ел тәуелсіздігінің 30 жылдығымен тұспа-тұс келген Еуразия ұлттық университеті мерейтойы бұрынғы тойлардан өзгеше болмақ. Гумилев атындағы университетке елбасы тікелей шақырды, сенім артатын білдірді, тапсырма берді. Қолыңа ал бұл университетті көтер, әлемдік дәрежедегі университеттер қатарына жеткізді. Екі-ақ ауыз сөйлем айтты сөз. Міне сол тұрғыдан шығу үшін осы 10 жыл бойы осы бағытта жұмыс істеп келе жатырмыз. Көп жағдайларда бұл тапсырманы орындап жатырмыз деп мен айта аламын. Өйткені көрсеткіштеріміз жақсы, университетіміз тек қана Қазақстан емес, әлемге танымал дәрежеге жетті. 25 жыл, 25 белес. Еуразия ұлттық университетінің ширек ғасырда бағындырған белестері тәуелсіз еліміздің, елорданың дамуымен тікелей байланысты. Алда толағай табыстар мен биік белестер тұр. Алдағы уақытта да университет бәсекеге қабілетті, интеллектуалды ұлт қалыптастыру жолында еңбек ете береріне сенім мол.